Сабақтың тақырыбы зат есім. Зат есім заттың, құбылыстың атын білдіріп, кім не, кімдер нелер, кімі несі деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы. Күнделікті өмірде кездесетін, әдеттегі жай нәрселерді ғана емес, табиғат пен қоғамдық өмірдегі ұшырасатын әр алуан құбылыстар мен уақиғаларды, ұғымдар мен түсініктерді де қамтиды. Мысалы, кітап, су, терезе, адам, қол, бала деген сөздермен қатар жаңбыр, найзағай, айтыс, демократия, жазушы, ұғым, ақыл, сана, білім деген сөздер де зат есімге жатады. Зат есімнің мағыналық түрлері екіге бөлінеді: жалпы және жалқы есімдер. Жалқы есімдер жеке заттың, құбылыстың атауы болатын сөз не сөз тіркесі. Ол белгілі бір ғана затты арнай даралай атайтын зат есімдер. Жалқы есімдер сөйлемнің қай жерінде кездессе де тек бас әріппен жазылады. Мысалы, кісі аттары айзада, марал, серік. Үй хайуандарына берілген арнаулы аттар: тайбурыл, ақтабан, таймас. Өндіріс, мекеме, ұйым аттары: еңбек, қайрат, түрксіб. Газет, журнал, фильм, кітап аттары мен жеке шығармалардың аттары: егемен Қазақстан, өркен, менің атым Қожа. Географиялық атаулар: Алатау, Талас, Шу, Іле, Ертіс. Қала, көше, алаң аттары: оған Тараз, Абай даңғылы, Республика алаңы, Жамбыл көшесі. Жалпы есім бірыңғай заттар мен құбылыстардың жинақты атауларын білдіретін зат есімдер. Жалпы есімдер сөйлемнің ортасында келсе, тек қана кіші әріппен жазылатын жалпы зат есімдер. Мысалы, бала, қыз, оқушы, балапан, ағаш, бұлт, тәуелсіздік, мемлекет, астана. Зат есімдер қазақ тіліндегі 4 жалғауда жалғанады. Бірінші көптеледі: ағаштар, балалар, есіктер, бұлттар, қаламдар. Көптік мәнді зат есімдерге көптік жалғауы жалғанбайды. Себебі олар затты жеке даралап атамай, оның жиынын тобымен атайды. Мысалы, сүт, ұн, жүн, алма, ақыл, өмір. Бұлар сүттер, ұндар, жүндер деп айтылмайтын сөздер. Екінші, зат есімдер септеледі. Атау септігі: бала, кітаптар, өмір. Ілік септігі: баланың, кітаптардың, өмірдің. Бар септігі: балаға, кітаптарға, өмірге. Табыс септігі: баланы, кітаптарды, өмірді. Жат септігі: балада, кітаптарда, өмірде. Шығыс септігі: баладан, кітаптардан, өмірден. Көмектес септігі: баламен, кітаптармен, өмірмен. Зат есімдер сонымен қатар тәуелденеді. Тәуелдік жалғауы оңаша тәуелдену, ортақ тәуелдену болып екіге бөлінеді. Оңаша тәуелдену бір немесе бірнеше заттың бір ғана затқа меншікті болуын білдіретін тәуелдену. Басқаша айтқанда, заттың жекеше түрде тәуелденуі. Ол 3 жақта тәуелденеді. Бірінші жақ: менің дәптерім. Екінші жақ: сенің дәптерің. Сыпайы түрі: сіздің дәптеріңіз. Үшінші жақ: оның дәптері. Ортақ тәуелдену бір немесе бірнеше заттың көп затқа меншікті болуын білдіретін тәуелдену. Басқаша айтқанда, заттың көпше түрде тәуелденуі. Бірінші жақта: біздің дәптерлеріміз, кітабымыз. Екінші жақ: сендердің дәптерлерің, кітабың. Сыпайы түрі: сіздердің дәптерлеріңіз, кітабыңыз. Үшінші жақ: олардың дәптерлері, кітабы. Зат есімдер
лексикалық мағынасы тек адамды білдіретін зат есімдер ғана келіп жүктеу есімдіктермен қатынасқа түседі. Яғни зат есімдер жіктеледі. Олар адам аттары мен мамандық кәсібіне қатысты зат есімдерді үш жақта бірдей жекеше, көпше түрде жіктеп айтуға болады. Ал зат есімдердің қалған тобы жіктелмейді. Мысалы, өзен, ынта, білім, надандық, аю. Жіктелетін зат есімдер жекеше және көпше түрде жіктеледі. Бірінші жақ мен оқушымын. Екінші жақ сен оқушысың. Сыпайы түрі сіз оқушысыз. Үшінші жақ ол оқушы. Көпше түрде бірінші жақта біз оқушымыз. Екінші жақ сендер оқушысыңдар. Сыпайы түрі сіздер оқушысыздар. Үшінші жақ олар оқушылар.